Сәлеметсіздерме 5-ші сынып оқушылары? Сабағымыздың тақырыбы номер 32-ші сабақ ар ілімі. Сабағымыздың құндылығы ақиқат, қасиеттері адалдық, шыншылдық, қарапайымдылық. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың ар ілімі туралы түсініктерін кеңейте отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Өзін-өзі тану пәнінің 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Сабағымызды бастамас бұрын жағымды күйге келейік. Тыныс алуға зейін қою. Сіздерден аяқ қолдарыңызды айқастырмай, түзу отыруларыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз дем алады. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуанышты қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Қане балалар, дайындалайық. Көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолдарымызды тізеге қоюға болады. Демаламыз, шығарамыз. Демаламыз, шығарамыз. Демаламыз, шығарамыз. Рахмет, балалар. Сіздерді жағымды күйге келді деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі. Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов қазақтың ұлы ғалымы. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Бала күнде әжесі Шоқаным деп еркелеткендіктен Шоқан аталып кеткен екен. Ал балалар, осы дәйек сөздің мағынасын ашу үшін сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын. Бірінші, әділ болуға ұмтылу адамға не үшін қажет? Екінші, адал болу кез келген адамның қолынан келе ме? Үшінші, дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Ал балалар, бүгінгі сіздерге алып келген мұғалім сыйым ертегі адалдықтың өтемі. Өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өзі тауып ата-анасына көмектессін деген ойымен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалынбай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағында үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: "Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесең, ол етік көп ұзамай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады", депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. "Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?" Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай, "Адалдық адамға нан болмайды ғой", деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қызық екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң,
өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах Тағала оның адал еңбегіне береке береді. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты ертегі тыңдадыңыздар. Енді мен сіздерге бірнеше сұрақтар қояйын. Бірінші, бойында әділеттілігі бар адам өз істерін қалай бағалайды? Екінші, сіздер өз істеріңізге әділеттілікпен қарайсыздар ма? Неге? Ертегіден не түсіндіңіздер? Әділ адам бойында қандай қасиеттер болады? Әділ шешіммен дұрыс әрекет жасаған кездеріңіз болды ма? Өз тәжірибелеріңізден мысалдар келтіріңіздер. Балалар, бүгінгі сабағымыздың келесі бөлімі шығармашылық жұмыс. Тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, ақиқат туралы әңгіме құрастыру. Тірек сөздер: арнамыз, шындық, адалдық, уәде, жақсылық, азаматтық, қымбат, өмір. Сабағымыздың келесі бөлімі ән айту. Ақ көгершін әні. Көгершін, көгершін, қолғанат құс сен едің, бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемі. Әділеттің құсы деп көз алмастан жолыңнан, бақыт болып қоншы деп ұшырамын қолыңнан. Ерлікпен алып ұш адамзаттың бағына, қара бұлтқа жарып ұш мұхиттың арғы жағына. Рахмет, балалар. Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адам бағасының бір өлшемі де іспетті. Адалдық деген сөз шыншылдық, айнымастық, шын берілгендік сияқты игі қасиеттер. Қазақ пайымында адам бойында адалдық, пәктік, ар-ұждан, жан тазалығы тәрізді асыл қасиеттердің жиынтығынан тұрады. Адал болсақ, әрқашан жолымыз ашық болады. Балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізде сақтайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.